Медицинада 4-5 курста сізді не күтіп тұр? Бакалаврда оқу этабы 2 кезеңге бөлінеді. Алғашқы 3 курс ол теориялық базаңызда құрып алатын кезең болса, 4-5 курс клиникалық ойлау дағдыңызды арттыратын кезең. Себебі бұл уақытта сіз диагноздарды анықтауға және оның неден пайда болып жатқанына көбірек мән бере бастайсыз. 4-5 курстарда терапияға байланысты барлық циклдар күтіп тұрады. Оларға кардиология, инфекция, неврология, гинекология, лор, офтальмология, басқа да сабақтар цикл бойынша болады. Енді сіздер оқу базасы емес, ауруханаларда жүріп курация жасап пациенттерді бақылай алатын этаптасыздар. Сондықтан өзіңіз қай мамандықты таңдайтыныңызды шешетін кез дәл осы сәт. Әр циклда сол маман иесі сияқты сезініп көріңіз. Сіз сол маман иесі болғыңыз келеді ме, жоқ па, сол кезде анықтай аласыз. Енді менің 4-5 курстарға берер кеңесім, өз мамандығыңызды таңдайтын сәт келді. Әр циклдың өзіңіздің жүрегіңізге жақын мамандықты таңдай аласыз. Екінші, таңдаған мамандығыңыз бойынша практикалар өтіп, наставник тауып алыңыз. Үшіншіден, егер 1-3 курста түсінбеген сабақтарыңыз болса, қайталап шығуға кеңес беремін. Төртіншіден, көбірек ситуациялық есептерді шешіп, клиникалық ойлау қабілетіңізді арттырыңыз. Соңғы маңызды кеңесім, медицинаны жақсы көріңіз. Медицинаны жақсы көрмей сіз алдыға жылжи алмайсыз. Ендеше сіздерге сәттілік, оқу жылында жақсы академиялық жетістіктерге жетулеріңізге тілектеспін. Пайдалы видео болса, лайк басып, және өзіңізбен қатар достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Осылайша көп медицина студенттеріне пайдалы болайық. Сіздермен доктор Нұролла Айзада.